Бізді жаратқан кім? Аллах Тағала біз туралы біледі. Аллах айтады, адам туралы не дейді? Расында адам баласы шектен шығады дейді. Тұғиян деген бір нәрсен шектен шығу, күнәға бет алу, Аллахтың айтқанын істемей қалу, бір шекараны бұзу. Саған айтты, мынаның ішінде тіршілік қыл, мынау саған халал, мынау харам деді. Сен соны мән бермей тіршілік етуің шектен шығу болады. Ар-раа-хустағына адам шектен шығады. Қай кезде шектен шығады? Өзім бір болдым, толдым деп қалған кезде. Адамда шектен шығушылық басталады. Адам табиғатында осыны бар. Ала я'лам ман халақ, Алла Құран айтады, Мүлк сүресінде. Аллах өз жаратқан өз білмей ме? Адам жаратты, ода сондай минус болады, егер ол Аллахтың айтқанын істемесе. Аллахтың айтқанын істемесе. Сол үшін кей кезде намаз, ораза, зекет деген нәрсе біздің сондай минустарымызды түзеу үшін, емдеу үшін керек екен. Аллах Тағала кедейге өзі ақша беріп, сенің зекетіңе мұқтаж болмаймын десе шамасы бар еді. Сен Аллах Тағала намаз оқы деп, сен әуре қылмаса да шама, сенің намазыңсыз Аллахтың құдіреті ешқандай кеміп қалмайды. Сен намазға мұқтаж емес. Бірақ Аллахтың бізге намаз оқы дегені бізге деген махаббаты, бізге деген жанашырлығы. Ораза ұста дегені бізге махаббаты, бізге деген махаббаты. Бір әурелік емес бұл. Жанашырлық. Түсіндіңіздер ғой? Жанашырлық, бір әке баласына жанашып келер ғой, мысалы бір нәрсені біліп тұрады да, "Ей балам, күн суық, киініп шық." Жаға деп кете берсе, суықтап қалуы мүмкін. Аллах бәр нәрсені толық біледі. Не нәрседе зиян бар, нәрсе пайда бар, сондықтан бізге бұйырған құлшылығының бәрінде бізге пайда бар, тиған нәрсесінің бәрінде бізге зиян бар. Енді адам шектен шығады дейді. Табиғатында бар. Шектен шығу, егер ол Құдайды ұмытса. Қай кезде? Ар-раа-хустағына. Бұның бірнеше тәпсірі. Біреусі Құдайсыз да күн көре алам десе, адам бітті. Күнәнің көбесіне кіреді. Қазақта соған лайықты керемет мақал бар. Не дейді? Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Дәл осының тәпсірі сияқты да. Кім? Құдайға мен мұқтаж емеспіз енді. Құдайсыз да күн көріп жүрміз деген сөз айта бастады ма, адам күнәға кете бастайды. Күнәға кете бастайды. Екіншісі, шектен шығу, мысалы адам, мысалға айтайық, байыса, адам байып кетсе, кедейлердің хақысын ұмыта бастайды да. Бәрін өз деңгейінде өлшей бастайды. Адам тойса, аштықты ұмытады. Денсаулығы жақсарса, ауруды ұмытады. Сондай да. Сол үшін Аллах Тағала шариғатында не дейді? Байып кеткен кезіңде садақа, зекет бер дейді. Сен кімге бересің садақа, зекет? Кедей, кепшік, жетім, жесірге. Сен соны іздеп барасың. Іздеп барған кезде қарасаң, сен үйіңде керемет, мына нәскидің фирмасы нашар екен, мынау что-то өткенде киіп едім, аяғым кішсәл терледі, мынау осыны алдым. Бұл нәски деген ішінде кірмашынаға салсаң, ішінде несі бар, өзінің датчигі бар, жоғалмай тауып аласың, оны қайсы, минус, сол қайсы деп. Сен мүмкін бір 5000 теңгенің нәскиін айтып атсың да. Мына жақта біреу 50 теңгеге нәски аламай жүр. Біреуден кедей берейін десең, қараса баласы жүгіріп жүр, бір аяғында қара нәски, бір аяғында қызыл нәски. Сен соны зекет берейін, садақа берейін деп барған кезде, Альхамдулилля, Алла дейсің де өзің-өзіңе келесің. Өз-өзіңе келесің. Тәубе етіп қаласың. Бір кісі айтқандай, басына күн туып, танитын мұсылман бауырымыз еді. Сөйтіп, 4 күн ба, 5 күн ба отырып шықты да. Енді анықталғанша. Бұлай жағдайы бар кісі, көлігі бар, машинасы бәрі бар кісі ғой. 4 күн, 5 күн отырып шықты. 4 күн, 5 күн отырып шыққаннан кейін кездесіп қалса, айтады ғой. Мен дейді бір анау қарапайым бір кедендер көрген кезде, амандасқан кезде, бір жағасының сәл кірегенін көріп қалсам, осындай бір сәл киімнің сәл үтіктелмегенін көріп қалсам, денесінен бір сәл жағымсыз шығып тұратын болса, неге жуынбайды бұлар? Неге таза жүрмейді бұлар деп айтушы едім дейді. 4 күн түрмеде отырып су таппай қалған кезінде, түрмесі қой, отырғызып қоятын жер емес, түрменің алдында. Сол отырған кезінде дейді, қазір мен бір адамға неге сасық, неге киім үтіктелмеген сөзді айтуды қойдым дейді. Ол жағдайлар болады екен дейді әртүрлі. Сондықтан бір нәрсені түсіну үшін бір нәрсені көру керек. Сол үшін сен кедей, байып кеткен адам шектен шығып кетпеу үшін Аллах оған зекет, садақа деген нәрсені береді. Ол жүрегіндегі тәкаппарлықты сол дәрімен емдейді. Зекет, садақа деген ол дәрі саған. Сенің ауруыңа дәрі. Болмаса сен тоқ болып отырсаң, аштарды ұмытасың. Байысаң кедейді ұмытқан сияқты. Сол кезде Алла Тағала саған ораза деген нәрсені бұйырып қалғанда, тамақтан тыйыласың,
оразаны байға да ұстау парыз, кедейге де ұстау. Тамақтан тыйылған кезде күніге обед қылып, келіншегің саған первый ішесің ба, второй ішесің ба деп жүрген кезде, сен бірақ та кешке дейін тамақ ішпей, неғаннан кейін ішіңнің сәл босағанын көріп, сен жүрегің сазып, ішің ұлып, сәл кішкене әлсіреген пайда болып, өзі сөйлеу үшін де күш керек қой. Сөйлей беретін, сөйлегенге не сөйлемейсің десе, уже настроение жоқ, тілге күш жетпей жатыр да, бойыңа тармаған екен. Сөз ойлайсың да, алла, мен бір 30 күн кешке ауызша дамағым бар ғой. Бірақтан 30 күн осында не қыламадым, енді айтқан кезде жыл бойына осындай тәтті тамақ жей алмайтын адамдар бар ғой деп есіңе түседі. Шариғатта ораза сен тамақ аш жүргендерді есіңе салады. Аш жүргендер есіңе салады. Сен барысында қарасаң оразасың, келіп қалсаң дастархан үстінде қазы қарта тұр да. Бірақ оразасы көзің қарап жей алмайсың да. Кешке дейін шыдашы, кешке дейін шыдайыншы деп кетесің да. Тура сол сияқты сенің үйіңнен түтін шығып, сенің үйіңнен жылқының еті иісі шығып жатқан кезде, мүмкін жоғарғы этажда, төменгі этажда бір кедейлер иісін иіскеп, шіркін-ай, мыналар ет жеп жатыр екен ғой деп, балалары, папа, біз қашан ет жейміз деген адамдар есіне түседі. Есіне түседі. Сол үшін адам баласы шектен шығудан нейді? Кәллә деген өзі араб тілінде сондай бір сөз, бұның бірнеше мағына береді. Кәллә деген. Құранда жиі кездеседі, көресіздер. Бір мағынасы литтәнбих дейді. Былай қаратпа сөзін дейді. Сергіту үшін. Бір сөз кезінде, ей, халайық деп қоясың да, бір қаратып аласың ғой, сосын әңгіме бастайсың ғой. Аллах Тағала сондай мағынада келетін жер бар. Яки болмаса, бұл кәлләнің хаққан деген мағына жерде келетін жер бар. Расында сөз жоқ деген мағынада келеді. Кейбір тәпсір ғалымдар айтады, бұл жерде сөз жоқ деген мағынада келеді дейді. Ақиқатында деген мағына ретінде келіп отыр дейді. Біреуіне линнахи қайтару үшін, жоқ, олай емес. Біреуді ескерту үшін келеді осы мағынасы. Бұл жерде енді кейбір ғалымдар айтады, хаққан расында деген мағына береді. Арасында адам баласы шектен шығады, егер истағна болдым, толдым десе дейді. Бізде аталарымыз не деп айтады? Қарны тоқтық, көйлегі көктік, қайғысы жоқтық, бақыт береді дей ма? Не дейді? Аздырар адам баласын дейді. Аздырады дейді. Олар да біліп отыр да. Олар осы сүрені оққан болу керек. Қарның тоқ болса, көйлегің көк болса, қайғың жоқ болатын болса, ауруды білмесең, көлігің жүйрік, әйелің сұлу, үйің кең, досың көп, бай-байға, сай-сайға болатқан заман, өзіңмен өзің жүрсің, көңірегіңде бәрі туған күнмен сыйласаң, подаркасының кемі $1000, $500 әкесі, бірден әкепті ғой деп, берді айтып, жарайды, қайтсын деп қоясың да. Мына жақта біреулер күніне 50 теңгесін тұратын, бұлатқана нан болмаса, таксиңнің кезде 500 теңгесін жарайды 400 теңге берсең, рахмет, рахмет деп 200 теңге түскен үшін саған өліп қалайын деп жүрген адамдар да бар да. Мына сол кезде осыны Аллах адам баласына айтады. Адам Құдайды ұмытқан кезде осындай нәрсеге түседі. Байыса кедейді ұмытады, тойса ашты ұмытады. Бұны алдында айтып қой, естеріңіздер, бір байға бір кедейге айтты деп. Қазақта сондай мақал бар. Аш баламен тоқ бала ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды дейді. Өмір бойы тойы өтем деп ойлайды. Өмір бойы тойы, өмір бойы киім көкпенбек, керемет, барған жерде қол шапалақтап, көке, жәке деп осындай ойлайым дейді. Алла біледі. Алла біледі. Бұл өмірде қалай болатын, ақыретте қалай болатын, алданбау керек. Сол үшін мұсылман адам арасынан бір жұтым су өткен кезде, бір үзім нан өткен кезде, Аллахқа шүкір дейді. Бисмиллах деп Аллахты еске алып тамақ жейді. Альхамдулиллах деп Аллахты ойлап тамағын бітіреді. Төсекке жатып баратқан кезде пайғамбардың дұғасы айтқан сияқты. Альхамдулиллахиллади. Аллахқа мақтаулар болсын. Бүгін маған жеткілікті рызық берді. Бүгін маған жататын жер берді. Қаншадан бар бүгін қонатын үй таппай қалды. Қаншадан бар бүгін жейтін тамақ таппай қалды деп пайғамбардың еске алып, сен төсекке ой керемет ай деп шалқып жата алмайсың да. Шүкірлігіңді айтып барып жатасың.